Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде Opel Astra 1.8 мотор. Бұл Грэм қайта үзіп жатыр дейді. Оны біз көретін боламыз. Ременнің қайта үзілуі. Мынау шкифтен болады. Астыңғы жағы тағы шкиф. Көріп тұрған болса, қазір оны шешіп көреміз. Зажиганиясы қалай қойылады, соны да көрсететін боламыз. Негізі ремен үзілген кезде желательно астындағы шкифпенен қоса ауыстырсаңыздар, сол кезде ремен ұзақ уақытқа тұратын болады. Қазір біз алдыменен мына жақтағы, оң жақтағы дөңгелекті шешіп шкифке жетудің амалын жасаймыз. Неге достар, астыңғы жағын босаттық. Енді бұны қымылдатып шығар боламыз. Бұл жерде бізде ремен үзетін осы шкиф болады астыңғы. Мына көрсеңіздер, пышақ құсақ қойған. Бұны көбісі мән бермейді, ремен үзілген кезде сол жерге салады ременді. Бірақ осыны ауыстыру керек. Ауыстырмаса, тек ременге шығын бола береді. Енді осы шкифті сосын Грэм ремен аламыз. Мінекей достар, бұның шкифтің жаңасын алып келдік. Ол жаңасында байқасаңыздар ешқандай несі жоқ. Желген ременді үзетін основной осы. Мынаған қарасаңыздар, мінекей пышақ болып тұр бұл. Ортасы жіңішке, екі шеті жуан. В общем, осыны ауыстыратын боламыз. Мынау валдың өзінде мынандай ай құсаған несі болады. Осыны бірінші салып аламыз осы жаққа. Сосын шкифті салсақ болады. Мінекей достар, шкифті қойып алдық. Енді бұның зажиганиясы келетін болсақ, мына шкифте мына метканы көріп тұрған болсаңыздар, осы мына жерде бір емтік бар, осыған келу керек. Мінекей көрініп тұрған болса, осы ямка менен мынау екеуі бірін-біріне совпадать ету керек. Қазір орнына қоямын бұны. Мінекей. Осылай болады зажигание. Осылай тұрады. Мінекей. Енді жоғары жағын келтіреміз. Ремен саламыз. Қазір жоғары жағын да көрсететін боламын. Мінекей достар, бізде бұлда жәндегі защита пластмасс жоқ екен. Сол үшін примерно крышкаға қарап қоятын боламыз қазір. Бұл жерде жоғары жақтың шкифтің меткасы мынау. Мұны көріп тұрған болсаңыздар, осыны примерно мынадан бір 2 мм бері қоямыз. Осы жерлерде болу керек оның крышканың меткасы. Осылай тұрған кезде өтіп кетті.
осы жерлерде. Пластмасс крышка сіздерде болса, осы пластмасс крышкада ямка болады өзінде, метка. Бізде крышка жоқ, сол себепті примерно осы жерлерде деп қоямыз бұны. Негізі мына крышканың центрінде емес, судан кішкене солға қарай тартып, солай қойылады. Енді ременді салсақ болады. Мінекей мына жақта нәтижный роликті босаттық. Ана 13-ке немен босатса босайды. Сосын ременді салған кезде бірінші мына оң жақтан бастап салынады. Оң жағынан бастап салсаңыздар, сол кезде метка кетіп қалмайды. Қазір салып көрсетемін. Метка жоғары жағы ровно тұр деп ойладық. Ровно бізде пластмасс жоқ, сол себепті примерно қоямыз осы жерлерде. Енді астыңғы жағы меткасы орында. Қазір ремен саламын. Мінекей салынды. Астыңғы жағы меткасы орнында тұр. Енді жайлап, енді нәтижнойды тартып қойсақ болады. Мінекей достар, бәрін ровно қойып алдық. Жоғары метка. Мына нәтижной роликтің меткасы тоже орнында тұр. Астыңғы жағы да орнында тұр. Енді оталдырып көрсек те болады, қалғанын жинасақ та болады. Неке осылай. Өздеріңіз ешқандай мастерге бармай-ақ үй жағдайында істеп алуға болады. Неке достар, бәрін жинап болдық. Зажигание қойылды, шкаф ауысты. Енді сендегі зажигание ровно шықты ма жоқ па, соны көретін боламыз. Өйткені бізде примерно қойылды, бұл несі крышкасы жоқ, сол себепті. Кәні оталдырып көрші бұл. Зажиганиеміз ровно шықты. Осылай үй жағдайында істеп алуға болады. Бізбен болғандарыңыз үшін рахмет, сау саламат болыңыздар. Каналға жазылып, комментарий жазылды. Сау болыңыздар.